барып келген қонақтармен амандасып алайық. Саламатсыздар ма, жарайсыңдар балалар. Балалар, көңіл-күйлерің қалай? Жақсы ма? Олай болса, жақсы көңіл-күймен бүгінгі іс-әрекетімізді бастаймыз. Балалар, мен сендерге мынандай суреттердің қиындыларын алып келдім. Маған кім құрастырып береді? Ұлдана келе ғой. Аңсап кел көмектесе ол. Екеулер, екеуін жинақтан тез құрастырамыз. Қалғанымыз қараймыз. Ұлдана қой суреттерін. Қалай тұрады? Иә. Дұрыс па балалар? Иә. Қараңдаршы балалар, ненің суреті шықты? Қандай сурет? Дұрыс айтасың, Нұриман, қыс мезгілінің суреті шықты. Балаларды қараңдаршы, не істеп жүр балалар? Ойнап жүр. Иә, шанамен сырғанап жүр. Не жасап жатыр? Аққаларды не жауып жатыр балалар? Қар жауып жатыр. Жарайсыңдар балалар. Бұл қыс мезгілінің ерекшеліктері, иә? Балалар қалай киініп алған? Қалың киініп алған. Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, мен таңертең тоққа келсем, бізге осындай хаты бар қорапша тастап кетті. Қараңдаршы, қандай әдемі, иә, қорапша? Мына хатты оқып көрейін мен, иә? Бұнда не жазылған екен? Бұл хатты балалар бізге Дымбілмес жіберді. Дымбілместі білеміз бе? Иә! Ол біз сияқты білімі жоқ бала, иә? Ол бізден көмек сұрапты. Мына қорапшаның ішінде пазлдар бар дейді. Соны құрастыра алмай қойдым дейді балалар. Сол туралы маған мағлұмат керек дейді. Балалар, Дымбілмеске көмектесеміз бе? Иә! Иә, олай болса біз қорапшамызды ашып көрейік, иә? Балалар, бізге мынандай пазлдар беріп жүрді. Бұны тағы біз құрастыруымыз керек. Иә. Маған кім шығады? Көркем шыға ғой. Аңсар шыға ғой. Аңсар? Тез құрастырамыз. Көркемге Хабибтен көмектесе ол көркемге. Аяру, сен Аңсарға көмектесе ол. Тез құрастырамыз. Аңсар, Аяру да болады.
мына топ сандар тобы, мына топ пішіндер тобы. Нұрима бері қарай ғой. Әне бөліне ғой. Бөлінеміз.
үй жануары және жабайы жануардың суретін құрастырдық. Жарайсыңдар балалар. Бізге Дымбілмес рахмет айтып жатыр, көмектеріңе рахмет дейді. Енді келген қонақтармен сау болыңыздар деп, осымен іс әрекетімізді аяқтаймыз. Жарай ма?